Қайырлы кеш, Жұлдыз болғым келеді бағдарламасының көрермендері. Сіздермен бірге мен Шалғынбай Назым. Және де бүгін бізде қонақта Елубай Данияр. Данияр, қош келдің. Қош көрдік. Өзіңді таныстырып өтсең. Өзімді таныстырып өтетін болсам, мен Түркістан облысы, Арыс қаласына қарасты Монтайтас ауылында туылып өскен. Монтайтаста Бейсентай мектебінің түлегімін. Данияр, енді дәл қазіргі таңда не істеп жатсың? Қай қаладан келдің қазір? Дәл қазіргі таңда Шымкент қаласынан келдім. Шымкент қаласында тұрып жатырмын. Сол жақта кішігірім жұмыстармен. Анағырақ айта кетсек? Анағырақ айтқанда енді әртүрлі ғой енді. Өзіңнің кәсібің енді қазір әншілік қой, реп орындайсың. Мектеп кезден бастадың, иә? Мектеп кезден бастадым. 2015 жылғы ең алғашқы әнімді шығарғанбыз. Ол YouTube каналда да бар. Қандай? Монтайтаста ол Арыс қаласында жасалды ғой, енді өңдеп Арыс қаласында шығардық. Үмітіңді үзбе деген ән. Үмітіңді үзбе деген ән шығарды, ол енді 2015 жыл, иә? 2015 жыл, осыдан 10 жыл алдым. Енді ол әнің қалай сен жарыққа шығара алды ма, әлде сол бойы қалып кетті ма? Сол бойы қалып кетті десек те болады. Енді өзім де былай қатты бір особо көңіл бөлген жоқпын, шынын айтсам. Ал негізі көңіл бөлгенде ол ән мүмкін хит болар ма деген сияқты да. Енді қатты көңіл бөлмеген екен, бұл салаға қатты кірмеген екен. Енді сол күйінде қалып қойды. Жалпы өлең тыңдағанбыз, өте керемет ән. Ол кезде ВКонтакте желілерінде хит болып жатқан өлеңің ғой, иә? ВКонтакте желісінде хит болып десек те болады. И одан кейін бір рет Қанат Әбдіраманды танитын шығарсыздар. Танимыз. Сол кісінің өзі ауылға концерттік бағдарламамен келген кезде сол әнді сұрап келген болатын. Бірақ енді оның менен бөлек екінші тағы бір авторы бар. Ол Сарағаш Абайдың жігіті еді. Ерғазы Диханбаев деген кісі болатын. И одан кейін ол кісімен мен байланысқа шыға алмадым. И енді ол әнді өзім бере салайын десем де, ол кісінің де рұқсаты керек қой бір жағынан. Ал негізі ол кісінің өзі маған ғана рұқсат берген. И екеуміз сол әнді жазып шығарғандықтан енді екінші адамның да рұқсаты керек болды. Ол өлеңнен кейін тағы қандай өлеңдер шығардыңыз? Одан кейін шынымды айтсам, қатты бір өлең шығарып бетін естемедім. Өйткені сол күйінде қалды. Енді жаңа әндер шығару енді білмеймін, көреміз енді бұйырып жатса, алдағы уақытта шығарып қалуым да мүмкін. Бірақ енді әнге қарағанда негізі көбінесе рэп бағыты ұнайды өзіме. Дери деген лақап ат қойып алғанмын өзіме. Енді Дери деген не үшін Дери деген кезде сұрақ қойылуы мүмкін. Дери деген енді ерекше болсын деп, мысалы Россиядағы Black Star Mafia деген рэперлердің ұйымы бар ғой, өздерінің командасы. Содан мысалы ретінде өздерінің аттарынан солай лақап ат шығарып алады. Мысал ретінде Данияр деген есімді ағылшын харіптермен жазған кезде, оны қысқартып Дери деген лақап атты өзім шығарып алғанмын, құрастырып. Өзім есімімде бар әріптерді. Жалпы енді алдағы уақытта бұл рэп жолын, әншілік жолын қуалайсың ба? Бұйырса көреміз енді. Оның нақты бір қазір бүйтіп алдыма қойған бір пландар жоқ бүйтіп. Ойбай мен былай үйтіп шығам, бүйтіп шығам деген серілер жоқ. Бірақ енді басынан мен өзім қазіргі таңда негізі кәсіп жағын ойлап жүрмін да негізі. Не кәсіп? Не кәсіп болғанда енді фастфуд саласын көрсем ба деген ой бар. Өйткені өзім сол салада істегенмін. И сол саланы білетін болғандықтан сол нәрсемен айналысып көруді ойлап жүрмін. Қазіргі таңда енді Шымкент қаласында бизнесмендердің форумдарына қатысып жүрмін. И одан кейін инвестор іздеп жүрмін десем де болады. Былайша айтқан кезде. Енді бірігіп жұмыс істейтін, совместно істейтін партнер ғой. Bir сөзбен айтқанда серіктестік. Енді өзіңде бұл салалардан бөлек тағы қандай өнерің бар? Сен келердің алдын біз сені толық зерттедік. Бұл жерге келушілердің әрқайсымыз зерттейміз. Немен айналыстың? Мысалы, әншіліктен бөлек тағы да өнерлерің бар ғой? Әншіліктен бөлек енді сол мектеп кезде КВН ойнадық. Оны өзіңіз де білесіз, бірге ойнаған кездеріміз де болды. Иә, КВН-ді білемін. Иә. Командаларың аты қандай еді? Команданың атын есіне шығып кетті, әйтеуір бірақ балатығым әйтеуір демеушіміз болашақ деген бар еді ғой. Нұрболхандар ойнайтын. Солар сияқты тек қана қыздар болды, мен ғана балнарлармен бірге ойнадым. Балнарлармен бірге. Енді сол кездер енді қалайша енді былайша айтқан кезде ностальгия уақыттарымыз ғой енді. Ол да бір өзінше орын алған уақыттар. 2015 жылдар. Ең қызықты сәттер, иә. Енді қарашы, сен одан бөлек ақындығың да бар. Ақындық болғанда енді негізі өлеңнің көбін өзің шығармайсың ба, иә? Иә, өзім шығарам. Ақындық болғанда менде бір тума талант едан кейін екі түрге бөлінеді. Таланттың өзі бұл ақындықта.
мысалы ретінде тума талант и жүре келе болатын пайда болатын талант. Енді менікі бір туылғалы ақынмын деп айта алмаймын, бірақ жүре келе пайда болған талант десе болады. Ол енді әдеби шығармалар, кітаптарды оқуды барысында өзіңе келетін, былай қиялыңнан пайда болатын сондай ақындық қой. Жүре келе пайда болған. Ал енді отбасың жайлы айтып өтсең. Отбасым жайлы өткенде Үйдің нешінші баласың, бауырларың қанша, әке шешең есімі кім деген сияқты. Бізге келген әр оқырманның, әр жаңағы қонақтың біз жайлы сұраймыз. Әкем аты Қуат. Негізі толық аты жөнім Елубай Данияр Қуатұлы болып есептеледі. Удостоверениедегі жазылған есімім де дәл сондай. Енді әкем ол жеке кәсіпкер, ауылда мал шаруашылығымен айналысады. Өзінің шаруа қожалығы бар. Ал отбасыда қанша осындар деген кезде біз отбасыда бесеуміз. Бесеу. 3 бала, 2 қыз. Ал мен екіншісі. Былайша келген кезде ортаншы бала есебі ғой, балдардан да. Ана ортаншы бала ешкімге керек емес болады дейді. Сондай ғой, короче. Тірісің ба, тірісің болды. Қайда жүрсің? Саған қызық емес. Әйтеуір амансың ба, аман есен жүрсең болды. Сондай да. Енді әке шешең жайлы айтып жатсың. Мысалы, болашақта осы өзің отбасың үшін немесе өзің тұрып жатқан ауылың үшін қандай бір керемет істер істегің келеді? Арман мақсатың? Ауылда ма? Иә, ауылда. Негізі ауылдан кәсіпорын ашып, ауылды жұмыспен қамтуға. Ауылды жұмыспен қамтып, дамыту, иә. Төле бидің керемет бір сөзі бар. Батыр болсаң, жауыңнан айзаң дейсің, бай болсаң, халқыңа пайдаң дейсің дейді. Сол пайдалы адамдардың бірі болуды өзім мақсат тұтам. Жалпы өзің жайлы айтып өтсең, балалық кезде қандай қызықтарың болды, қандай да бір дұрыс істемеген ісің болды, или қандай да бір өкінішің болды? Балалық кезде бір асау қатты бір өкініштерім болған жоқ, бірақ енді қалай айтса болады. Енді балалық кезде асау бір қатты өкінішім жоқ. Бірақ енді өзім қалай айтатын еді, өзімен өзі ойнайтын, өзім жеке жалғыз қалғанды ұнататын сондай адам болғам. Шыны керек, бала кезім. Мен өз-өзіме ойнай беретін, өз-өзімен ойнайтын, көпшілікпен көбінесе тартылмайтын, ал кейін келе-келе уже көпшілікпен араласып, коммуникация болып адамдармен жай-жай солай болды да, сіңісіп ортаға деген сияқты. Қазіргі таңда енді кез келген ортаға сіңісе аламын деп айта аламын. Енді керемет кімнің сөзі бар ғой, Әлихан Бөкейхановтың да керемет сөзі бар. Сен ортаға біліміңмен емес, сен мінезіңмен сыйсасың дейді. Сол сияқты енді мінезің жайлы болса, кез келген ортаға еніп кетуге болады. Жалпы сен бір осы оңтүстіктен кетіп басқа бір жерге оқуға түстің ғой? Иә, Тараз қаласында оқыдым. Тараз, иә. Не мамандық бойынша оқып едің? Менде педагог, мұғалім. Ағылшын, неміс тілінен оқыдым. Енді оны жалғастырмадың, иә? Оны жалғастырғанда енді мұғалімге қатты бір интересім жоқ қазіргі таңда. Бірақ негізі оқушылармен жақсы жұмыс істей аламын. Ол жағынан сомнение жоқ. Оқушылардың жүрегінен орын таба аламын. Өзім мысалы ретінде 125 деген жеке частный школа бар ғой. Иә. Сол негізі Тараз қаласында бастау алған. Ал қазір Қазақстанның ең үлкен қалаларында бар. Сол мектептің ұлдар жатақханасында мен тәрбиеші болғам. Ол жерде мысалы балалармен жұмыс істеу барысында біраз балалардың психологиясын зерттеп, оларға қалай әсер ету керек. Маған бір ұстазым керемет бір сөз бар. Мен өзім курсқа қатысып жүрген кезде маған айтатын, Данияр сен дейді, бүйтіп айтатын. Данияр сен бүкіл қоғамды түзеуге тырыспай-ақ қой дейді. Өйткені ол сенің қолыңнан келмейді дейді. Сен дейді, алдыңа келген 10 оқушының өзін жақсылап тәрбиелеп шығаратын болсаң, олардың өзі 10 адамды тәрбиелесең қанша адам болады дейді? 100 адам болады дейді. 10 адамды мықты қылып тәрбиелеп шығарсаң дейді. Олардың өзі 10 адам тәрбиелейтін қылып әрбірін айтып жатыр да, каждыйын. Солардың өзін солай дайындайтын болсаң, олар ертеңгі күні 10 адам тәрбиелейтін болса, 100 адам болады дейді. Сөйтіп ол көбейеді, қоғам тұрланады дейді. Осындай керемет сөз. Ұстазың өте дұрыс, өте керемет айтыпты. Енді өзің жайлы тағы да бір толық ақпарат айта өтсең, жалпы отбасың бар ма? Қалай? Қазіргі таңда жоқ, үйленген жоқпын әлі күнге. Енді үйленсей деген сияқты жаңағы TikTok'та жүр ғой. Айтпаған итім ғана қалды деген сияқты. Сол сияқты барлығы айтып жатыр енді.
Енді бірақ мен үшін бұл үйлену деген нәрсе бұл өте жауапты нәрсе да. Қазіргі таңда статистика бойынша Қазақстан ажырасу бойынша әлемде 2-ші орында тұр. Енді ешкімді бұлай кінәлай алмаймыз. Біреуге жалады жаба алмайсың, біреуді жамандай да алмайсың. Енді әркімнің өмірі, әркім өзі біледі, өз қалауынша өмір сүргісі келеді. Біреудің таңдауына құрметпен қарау керек. Ол қалай бар, солай қабылдау керек. Мысалы ретінде қалай бар, солай айтылу керек. Ал енді сондықтан енді өзім ойлаймын, енді өмірлік жарымды өзім әлі кездестірген жоқпын деп ойлаймын. Өйткені өмірлік жар ең бастысы бұл жерде бір-біріңді түсіну, единомышленник дейді ғой, жаңағы бір ойлы адам болуың керек. Сол кезде ғана сен онымен тіл табысып, отбасыңды сақтап қала аласың. Қандай қиындық болса да, қуаныш болса да. Енді қазір керемет сөз бар ғой, екі нәрседен қателеспеу керек, мамандықтан және отбасыдан. Жоқ, мен келіспеймін бұл нәрсемен. Мен де сол келіспеймін. Өйткені мамандық таңдаудан қателессең де, отбасы құрудан қателеспеу керек. Өйткені мамандықты өзгертуге болады, уақыт өте келе. Өйткені ол сізге ұнамай қалуы мүмкін. Не болмаса сіз өзіңіздікін таппауыңыз мүмкін. Мысалы айтады ғой, Абай Құнанбаевтың сөзінде, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалам дейді. Бұл өмірден өзіңнің орныңды тап деп тұр да. Мысалы ретінде мен қателікпен мұғалімдікке түскен шығар, может быть, мен орным басқа жақта шығар. Мен оны іздеп табуым керек. Былайша айтқан кезде өмір лабиринт, ол жұмбақтың шешімін табу керек. Сол арқылы өзіңнің өмірден орныңды аласың. Қазіргі таңда мамандықтан қателесу ол үлкен қорқыныш. Жар табу, енді бұл отбасы құру мақсатында жар табу бұл ең үлкен жауапты нәрсе. Өйткені арада бала қалып кеткен кезде ертеңгі күні баланың психологиясына әсер етеді. Одан кейін бала ертеңгі күні өзінің ата-анасын кінәламау керек. Сіздер өйтпегенде мен андай болмас едім деген сияқты әңгіме болмау керек. Дұрыс айтасың. Мен мысалы ретінде менің группаласым болды. Қалай айтсам болады. Енді атын атап түсін түстемей-ақ қояйын. Өйткені енді көпшілік адам көргеннен кейін бұл жерде ыңғайсыз болар. Сол группаласым, мысалы ретінде, менімен группалас жігіт, оның мысалы ретінде өзінің туған анасы бар, бірақ екі баланың әкесі екі бөлек та. Сөйтіп екеуінің арасында жиі кикілжің болатын. Екеуі бір-біріне ұрысып қалатын, бір-бірін тыңдағысы келмейді, бір-бірін мойындағысы келмейді. Бірақ ағасы қанша жерден не болғанмен, ана Төле бидің керемет сөзі бар ғой, іні зордан келеді, аға бордан келеді дейді. Ағаға қанша еркелеп інісі тентектік жасаса да, ағасы кешіреді. Сөйтіп, сонымен ағасы қанша дегенмен өзінің туған бауыры болғаннан кейін, екеуінің анасы бір болғаннан кейін, оған түсіністікпен қарайды. Бірақ інісі көбінесе мойындамайтын. Өйткені әкесі бөлек болғаннан кейін екеуінің бір-біріне онша көңілі жібімейді, былайша айтқан кезде. Сол үшін мысалы ретінде осындай қателіктер болмас үшін негізгі үйленбей жүруімнің де себебі осы десем де болады. Жалпы енді өзің бойыңдағы 3 қасиетіңді айтшы, жақсы қасиетіңді. Өзімнің бойымдағы жақсы қасиеттер, енді бүйтіп санап, былай бүйтіп өзімді бүйтіп зерттеп, қатты особо ондай нәрсе жасамаппын. Бірақ өзімнің бойымдағы жақсы қасиеттерге нені айтса болады? Тұрақтылық. Одан кейін, мысалы ретінде бір нәрсені істеген кезде тұрақты түрде істеген ұнайды. Мысалы ретінде бір салаға кірдім ба, или бір нәрсені бастадым ба жұмысты, соны бабына келтіріп істегім келеді. Соны айтса болады, тұрақтылық. Кімнің, Баукеңнің сөзін айта кетейін осы жерде. Бауыржан Момышұлының. Ол айтады ғой, тамшы судың тасты тесуі, оның тамған көлемінде емес, оның тұрақтылығында дейді. Үздіксіз там болып отыру керек. Сол нәрсе. Екіншіге айтсам, адамдарға көмектескен ұнайды. Сол нәрседен өзіме кайф аламын деп қой. Енді қалай айтса болады, енді рахат андай сезім болады ғой, іште чувство болады ғой. Адам өзін релакс дейді ғой, ағылшынша айтқанда. Сондай сезім болады. Мысалы ретінде адамдарға көмектесіп жүргенде, біреуге пайдаң тигенде, негізі былай сөз бар, жаңағы біреуге пайдаң тимесе, зиян тимесін деген. И осы принципті ұстанған ұнайды. Ал енді 3 жаман қасиетіңді айтып өтсең? 3 жаман қасиетім қалай айтсам болады? Бірінші кешігіп келу деп айтшы. Иә, бірінші кешігіп келу. Кішкене андай не істеу, қалай айтсам, жай қимылдайтын әдетім бар енді. Ал енді екіншісі, мен қалай айтсам болады? Мысалы, бір адаммен ұрысып қалған кезде кішкене қателікті өзімнен іздемейді екенмін да. Бір жаман жерім осы екен. Мен өзім бұны
басқа адамнан естідім десем де болады. Мен достарым айтты да. Енді үшінші жаман қасиетке не десем болады енді. Қалай айтса болады. Ұйқыны жақсы көремін десе. Оны да білеміз, ұйқыны жақсы көретініңіз. Енді достарының ортасында мысалы қандай адаммын деп ойлайсың өзіңді? Сырт көз сыншы, оны достарым біледі. Негізі саған минустарыңды айтатын адам, ол сенің шынайы досың. Ал саған плюстарыңды ғана айтып, сені мақтай беретін адам. Негізі жалпы қалай айтады, сені мақтап тұрған адам, ол сенен бір нәрсе ала алмай тұр ғой. Сөздің шыны керек та. Маған бір керемет Сарыағаштық Қайсар деген досым бар еді, соның айтқан сөзі бар. Дәке дейді да маған. Сіз әр адаммен кездескен кезде ол адамнан плюс жақтарын алуға тырысыңыз дейді. Әр адамда плюс пен минус болады. Потенциалды энергия да бар. Мысалы, аккумулятордың плюс және минус деген құлағы бар ғой. Сол арқылы біз энергия аламыз, дұрыс па? Энергияның, источник энергияны аламыз да. И соны пайдаланған кезде, мысалы, адамда да дәл сондай дейді, плюс және минусы болады. Оның плюстары жақсы қасиеттері, минустары жаман қасиеттері. Ол айтады, плюсын алыңыз да минусын өзіне қалдырыңыз дейді. Әркім өзінің минусымен күресу керек, ал сіз өзіңізден плюсті алу арқылы сіз өзіңіз толық адам қалыптастырасыз дейді. Дұрыс. Енді не болу керек қой? Жаңағы кемел адамда да кім Қайрат Жолдыбайұлының кітабы бар ғой, сода да жазып қойған ғой. Жаңағы адам су сияқты болу керек та. Суды қандай ыдысқа құйсаңыз, сол ыдыстың формасына енеді. Адам да дәл сондай болу керек дейді. Сондай болу керек. Сенің мамандығың қандай дедің? Педагог, мұғалім, ағылшын тілін. Ағылшын, бірақ әдебиеттен жақсы сияқтысың, Әдебиеттен жарыстарға көп қатыстым ғой. Мен мамандығым қазақ тілі әдебиеті, мысалы. Мен кейбір адамдардың сөздерін түсінбей жатырмын. Мамандығым қазақ тілі әдебиеті. Сен менен қатты біледі екенсің деп жатқаным ғой. Сен мақтап жатырмын. Енді менің группаластарым көбісі кітап оқитын адамдар болған екен, ортаң қандай болады, орта әсер етеді ғой. Мен мысалы біз группалас балалармен жиналған кезде тараздық қой, менің группалас балаларым барлығы. Олармен отырған кезде бізде кәдімгі подкасттың әңгімелері кетеді. Былайша айтқан кезде оқыған-тоқыған жігіттердің әңгімесі кетеді де. Сөйтіп бізде сондай ғылыми жағына көп кетіп қала береміз. Бірақ енді қай жерде отқан кезде сол темада сөйлесу керек. Енді темадан ауытқымайын деген ғой енді. Кішкене ауытқып кеткен шығармын кейбір жерлерінде, бірақ қазір енді жасың 25-те, иә? 25-те жасым. 25-те қандай да бір жетістікке жеттің? Қандай да бір жетістікке жеттім деп айта алмаймын, бірақ жетістікке жету, енді жетістік деп әркім бұл жетістікті қарастырған кезде де бұл әртүрлі жетістік қой. Мысалы, әркімге әртүрлі. Біреу мысалы ретінде карьера қуып, бизнесте жетістікке жетеді. Біреу мысалы ретінде өзінің мінезін тұрлау, өз-өзін күреседі деген сияқты, ол жетістік. Мысалы, азанда ерте тұрудың өзі, бұның өзі үлкен бір жетістік та. Сол сияқты енді мен атап айтатындай бір жетістігім мықты деп айта алмаймын, бірақ енді алдағы уақытта Құдай қаласа енді болады деген үміттемін. Енді дәл қазір бізге келіп тұрған мақсатыңыз сіздің жаңа өзіңіздің өнеріңізді бір көрсету, халық көрсін деген не бойынша шақырып тұрып қой. Bir қатар бізге реп оқып беріңізші. Отырмын қараңғы тар бөлмеде, жаурап уранып қалың көрпеге, жалғыз қалған күндерімізді өттеме, сен бағдысың бағыт саған жетеме. Bir қатар өлең, өте керемет. Дальше қуалайсыз, бұны енді? Дальше қуалағанда енді бұл негізі полностью тексті шығып қойған. Бірақ жоқ, өлеңдерің көп қой, соларды жалғастырып неге шығармасқа? Жан жақтан поддержка береміз ғой. Жан жақтан поддержка бересіздер ма? Онысын білмедім деші. Жан жақтан поддержка берсеңіздер шығарамыз. Енді алдағы уақытта бізде жаңа жыл мейрамы, бұл эфир может жаңа жылға дейін шығады, может жаңа жылдан кейін бізге өзіңіздің жерлестеріңізге, ата-анаңызға, Арыс қаласына Монтайта салына қандай бір тілек айта аласыз? Жаңа жылға енді тілерім, ең бірінші амандық, саулық, істеріңізге береке, табыс, және де мақсаттарыңыздың елдерге жете беріңіздер. Халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, еліміз көркейе берсін, өсе берсін. Елімізде тек қана жақсылықтар болсын, жақсы күндерде кездесейік. Ендеше, құрметті көрермен, сіздермен бірге жұлдыз болғым келеді бағдарламасы. Мен жүргізуші Шалғынбай Назым, Данияр Елубай. Ендеше, қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.